Осы блогерлардан курс сатып алатын аңқау халыққа таңғалам. Мысалы, Дарханның курсын 30 мың теңгеге бір адам сатып алып жатыр. Анау 400-500 миллион теңгеге үй алатын адам сендерге өзінің сондай ақша табатын секретін айтады деп ойлайсыздар ма? Жоқ, ешқашан ондай секретін айтпайды. Және сізде сондай курс сата аласыз. Мысал ретінде бір вилланы бір айға аласыз, арендаға, және бір Геленвагенді арендаға аласыз да, бір ай бойы Инстаграмды скачать етіп, мен осындай баймын, осындай виллам бар, осындай жаңағы гелинім бар, өстіп халыққа түр жасайсыз да, неге қалай осындай байлыққа жетуге болады деп курс сатсаңыз, сізде қолыңыздан келеді. Бұндай алаяқтар өтірік аңқау халыққа дымда үйретпейді. Анау олда бар білім, сізде де бар, просто ізденсеңіз болды. Не обязательно 30 мың теңге курс сатып біреуге ақша беріп, білмеймін, білім ғой, білім любой жерден аласың, интернетте жетеді, қалай істеп жатыр. Даже мынау блогерлар қалай курстар сатады, одан қандай ақша табады, соны интернеттен тауып алсаңыздар да әбден болады. Өйткені қазір дамыған заман ғой. Так что өйтіп ондай блогер Айдана Редте мысалы өтірік үлкен коттедж үй арендаға алып курс сатып жатыр. Ондайларға сенбеңіздер, оның бәрі өтірік қой. Өйтіп бәленбай миллион тауып отқан адам өзінің секретін ешқашан сіздерге айтпайды. 300 миллионға үй алып, 200 миллионға машина алатын болса, бүкіл халық сол курсты оқып бай кетпей ма? Жоқ, ондай нәрсе мүмкіндік жоқ. Ол ондай секретті миллиардерлердің өздері айтпайды, миллионерлер айтпайды қалай баю керек екенін. Просто ақша табу ғой, сіз ол адамның өміріне қызығасыз. Сол ой, мынандай машинасы бар, сондай көлігі бар, мен соның курсын оқысам, мен солай байып кетем деген сөз емес. Ол жай ғана аңқау халықты, соны артынан еріп подписчик болып қарап отқан аңқау халықты жай ғана алдап ақшасын өзіне алу. Ал на самом деле осы курс оқып отқан бір адамды көрген жоқпыз, байып кеткен. Барыңыз, оқыңыз, мобилографтың курсын оқыңыз, или басқа да бір кішігірім бизнес ашу нелерін оқыңыз. Интернет толып жатыр бесплатно. Идея табыңыз, идея сұраңыз халықтан, анадан, мынадан. Сөйтсеңіз болады ғой, болмайтын какой-то бір блогердің курсын оқу деген, енді түсінбеймін. Одан да барып Джордан Белфорттың кітабын сатып алсаңыз, ол екі есе сізге көмектеседі. Соншалықты аңқаусыздар ма? 30 мың теңге беріп бір какой-то курсқа 12 ай оқисың. Ол машинені кім ұтып алатын да белгілі, ол өзінің таныс адамы, немесе сол үйдің ақшасын жартылай беріп қойған спонсордың ақшасы болу әбден мүмкін, үйі болу мүмкін. Өтірік қарапайым халық ұтып алды, әділ болды деп өтірік жегізе салады. Өйткені мен де сол блогерлардың жанында, соларға көмекшісі болып, қандай блогерлер екенін айтпай қойын, жұмыс істегем. Және де жолдағы социальный эксперименттер, өтірік бір студентке келіп көмектесу, оның бәрі жасанда актерлар 70-80% сіздерді алдайды көбісі. Так что ондай көп нәрсеге алданбаңыздар, құрметті халқым. Рахмет. Блогер алаяқтар жайлы айта кетейін. Олар курс сатып қалай байиды және курс қалай жұмыс істейді. Және де эксперименттер, елге түсіріп жүрген видеолардың көбісі өтірік екенін мен сіздерге айтып берейін. Өйткені өзім мен сол салада бір-екі рет жұмыс істеген болатынмын. Блогерларға актерлар тауып беріп көмектескен болатынмын. Ең бірінші Дарханның курсы жайлы айтсақ, ол сіздерге жай ғана бір ауаны сатып жатыр. Ауа, олдан сіз ешқандай да пайда келмейді. Өйткені сіз өмірде мына бизнеске қарай қадам басқанда мына жерге құлайсыз, обязательно құлайсыз, көтерілесіз. Соның бәрін өзіңіз өтпей ешқандай курс сізге оны түсіндіре алмайды. Сол үшін сіз егерде баю керек болса, обязательно Дархан мен Дарикордың курсын оқу керек деген сөз емес. Ол жай ғана алаяқтық қой, үйдің екі есе бағасын шығарып алу. Екінші, көбінесе добрый блогерлар бар. Анау видеоға түсіріп атып та, мынауыңыз қанша, мынаның бәрін сатып алайын, мынау үйіңіз жоқ па, продукт апарып берейін үйіңізге, или мынау сізге 100 мың теңге дейтін көбісі актерлар жалданады. Сондай актерларды блогерлар үшін жалдайтын арнайы агентстволар бар, кәдімгідей үлкен агентстволар. Мысалы айтасыз, блогер звондайды, или блогердің менеджер звондайды, сол агентствоға айтады, маған осындай актер керек еді, или казино жайлы реклама істейін деген бір актер керек еді дейді. Сонымен казино жайлы рекламаны алады да бұлар, екі актер шақырады, сендер ана жерде өтірік тамақ ішіп отырасыңдар, мен қазір сторис түсіріп келе жатамын, сторис түсіріп келе жатқан кезде сендердің жандарына келем, сосын мына ойнап көрші деп айтамын, сендер ойнап көресіңдер, шынымен де ақша ұтып аласыңдар, сосын мына алда тамақтардың бәрін сендер аласыңдар деген сияқты. Немесе жаңағы көшеде апа кетіп баратады, соған 100 мың теңге береді. Негізі апа актер, ойын үшін, өзінің ойын үшін 10 мың теңге алады сол жерде.
90 мың теңге қайтарып береді. Көбінесе блогерлар осылай жұмыс істейді. Мына халыққа ұнау үшін, халықтың бір жеріне кіру үшін өтірік халықты алдап, халық осыны аясыншы деп, халық құрметтесінші деп, көбінесе жасанды блогерлар. Просто сендер түсінбейсіздер. Мен өзім сол салада жұмыс істегеннен осы шындықты айтып отырмын. Және мына курсқа сеніп отқандар, базар жоқ, ана өмірде бүкіл әлем айтқан, немесе бүкіл Азия айтқан бизнесмен осындай үйлер салып тастады өзінің бизнесінің арқасында де. Соның курсы 1,5 миллион теңге екен. Бірақ ол өзі кәдімгідей сіздерге көтеріліп көмектеседі деген курстар бар. Вот сондай курстарды алсаңдар, шынымен де ол курстың адамдары кәдімгідей сіздерге жаңағы зданияны жалдап, арендасын осындай қылып ал деп до конца көмектеседі. Вот сондай курстар керек. Ал мына 30 мың теңгенің курстары жай өздеріне үйін бір өзінің танысына бере салады да, Дархан. Үйін өзінің танысына бере салады. Одан кейін жаңағы аржандағы үйінен қалған ақшасы, мысалы үй 300 миллион ба, бір 600-700 миллион шығарады. Барша қазақстандар 20-30 мың адам қатысқан өзінде ол біраз ақша. Сондай алаяқтық. Так что аңқау болмаңыздар, халқым, көздеріңізді ашыңыздар. Өтірік екен өздеріңізді білесіздер, бірақ именно сол екі блогер кішкене сіздерге өмірлері ұнағаннан кейін, қызыққаннан кейін сол иллюзияға беріліп, ақшаны қалай беріп тастап жатқандарыңызды білмей жатырсыздар. Дәл солай. Мен бар ғой, всегда на хейт, я всегда просто молча закрываю. Ладно, адам сөйлейді, қояды деп, особо внимания не обращаю. И бір кісі видео салған ғой, қазір мына жерге вставлю. Үйлерді алып, мен де бір арендаға алып, болмаса бір өтіріктен дарение жасатып алып біреуден курс ашып, 1 миллион долларлық үйлерді сөйтіп бере беруме болады екен ғой жалпы. Как можно ничего не знать и говорить про это уверенно? Мен де онда істеп алуыма болады екен ғой деп. По факту сөйлесеңізші, ағатай. Біздің үй 2 жыл бұрын алған. Соны берейін деп жатырық. Например, если арендаға алып біреуге ойнатса, не қалай бересің ол үйді? Ешқашан осы Дарханда қаншама нәрселер беріп жатыр ғой, 10 машина, там квартиры, қаншама машиналар ойнатып. Именно ешқай адам, ой, мені алдады, маған ештеңе берген жоқ деп ешқашан шықпаған. Біреу шықса, тиктокты баяғыда шулап кетуші еді. Ештеңе білмей өйтіп көп сөйлеудің керегі жоқ. Еще продолжениесі бар бұның, бұл жермен біткен жоқ. Қараңдар. Ақшасы бар адам өзінің жұмысын еш уақытта біреуге көрсетпейді. Мен мынанша тауып жатырмын, мен де сен де мынанша тап деп. Нағыз бизнесмен коммерческий тайнаны сақтайды. Уверенно айтып отқаныма, кафесі нервыма тиіп жатыр да. Ладно, до этого адамдар бір-екі рет упоминание жасады, мен көріп кірдім, а ладно, обычный видео ғой, ештеңе етпейді деп. И бүгін қарасам, капец просмотр жинап алған ғой. Еще комментарийларын осыны біреу айтты-ау дейді ғой. Не айтып жатыр? По факту біреу бірдеңе айтып жатыр ма бұл жерде? Доказательствомен айтып жатыр ма бірдеңе? Көп адам Дарханға енді үйге келеді, жазады, көмектесіп, үйтіп, садақа бәрін көмектесуге барлығына тырысады. Но на показ оны бәрін салмайды. Например, ана Оралда потоп болып жатты ғой, сол жаққа барып, ол ешқай жерге салмаған оны. Апарып 10 миллион беріп кеткен, например. И адамдар барлығы жазады, қалай табасың, не істейсің деп. Немножко бір көрсетейінші, осындай жолы бар деп. А что ему учить? Как ресторан открывать? Біздің Қатыстатты ашуға минимум 80 миллион керек. Бай компания деген ремонт под ключ жасайтын компаниямыз бар. Оған да қаншама ақша керек. А қазіргі курсына без вложений үйретем деп жатыр. Сендерге специально поставщиктар тауып қойды, чтобы вы могли у них брать, өзінің бағаларын қосып и продавать. Көп таппасаңдар да, солай тауып, и үлкен оборотқа шыққанда уже сатып алып сататын боласыңдар. Сондай жағын көрсетіп жатыр. А мына кісі кім? Аты кім вообще? Ереке қазақ елі дейді. Ждите повестку. За клевету я уже на вас написала. Сіз бізге еще за моральный ущерб төлейтін боласыз, түсіндіңіз ба? Ауыз бар деп сөйлей береді. Еще мен кеше страницасын бәрін қарап шыққан ғой, топы киіп деп, жын-шайтан бірдеңе деп айтатын адам екен да. Ондай мұсылман болып, еще мен мына жерде бір видеосын көргем ғой. Ана тиктокта стрим жасайтын балалар бар ғой, соларға кіргенде сен қайыршы, адамдардан подарок сұрайсың, қайыршысың дейді. Ана отырады, я мен қайыршымын, адамдар маған, например, күшті эфир өткізгенім үшін подарок жібереді, я же их не заставляю дейді. Ана отырады, қайыршы, сен мынандайсың деп. Бүйтіп иманды болмай қойыңызшы, ереке. Болды,
ждите. Вообще хейтқа ешқашан ответ қайтармаймын. Именно уже мына жерімде тұр, все уже хватит. Біз барлығын адал жасаймыз. Сол, короче.